тәуліктік кезекшілік барысында бізге Қазақстан Республикасының азаматтары 21 жасар баласының із-түзсіз кеткен жайлы арызданып келді. Арызданушыларды тыңдау барысында аталған азаматтың кетер алдында өз үйінен алтын бұйымдар мен ақшалай заттарды алып кеткендігі анық болды. Интернеттік алаяқтарға алданып қалғандығы белгілі болды. Сол себепті аталған азаматтың қолма-қол ақшалай қаражатты банкомат арқылы алаяқтарға салып жатқан жерінен полиция қызметкерлері үстінен түсіп, біз арызданушының қомақты ақшалай қаражатын интернет алаяқтарға беруін алдын алып, ол кісілердің алданып қалмауына тосқауыл қойдық. А мы увидели на компьютере по WhatsApp, что идет сообщение с мошенником. Тогда мы вот поехали в Алмалинское РОВД, вот к вам, он где-то у банкомата, вас туда направили, и вы успели, что он там, не все деньги отправил мошенник, только начал, вы предотвратили. Мы вам все очень благодарны.